Қайырлы күн достар, бүгін сникерс тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып аламыз, және де ақ уызға қантты аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Және де міндетті түрде ыдысымыз және миксердің басы құрғақ болу қажет. Сол кезде ақ уыз өзінің формасын ұстайды. Қанттың жартысын алып қоямыз. Оны қазір жұмыртқаның сары уызына қосатын боламыз. Мінекей осындай формада болу керек. Енді қалған қантты жұмыртқаның сары уызына саламыз. Тағы да оны жақсылап миксерлейміз. Үстінен ыстық сүтімізді құйып, тағы да миксерлейміз. Сүт ыстық болу қажет. Оның үстінен сұйық майды құямыз. Сұйық майдың иісі болмауы керек. Енді құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Електен өткізілген ұнға разрыхителді какао ұнтағын салып, жаңағы сары уызды қоспамызға аз-аздан бөліп салып араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Және подписаться деген батырманы басып қойыңыз. Егер де менің каналыма тіркелген болсаңыз, салынған видеоларды алғашқылардың бірі болып қарайтын боламыз. Мінекей осылай миксерлейміз, осындай қою болады. Енді жаңағы жұмыртқаның ақ уызын аз-аздан бөліп саламыз, және лопатканың көмегімен төменнен жоғарыға қарай ақырындап араластырамыз. Егер де лопатка болмаса, қасықпен араластырсаңыз да болады. Мінекей осылай араластырамыз. Енді қалған жұмыртқаның ақ уызын саламыз. Тағы да төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Дайын болды, осындай қою болады. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп құямыз. Менде форманың диаметрі 24 диаметр. Енді қызып тұрған 180 градус пешімізде 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Осылай кішкене сілкіп алу қажет. Мінекей дайын болды, осылай көтеріліп биік болып шығады. Мен бисквитті суытып алғаннан кейін осылай 3 бөлікке бөліп дайындап қойдым. Бисквит жұмсақ болып шығады. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Бізге вареный сгущенка мен осындай ұсақталған арахис қажет болады. Және де сливкиге қант ұнтағын салып миксерлейміз. Осы жерде творожный сырды қосу қажет. Менде видеоға түсірілмей қалған, бірақ міндетті түрде творожный сыр қосу керек. Енді сникерс тортты жинайтын боламыз. Алдымен коржымызды орналастырамыз. Оның үстінен кремімізді саламыз. Бір тегіс етіп шығамыз. Үстінен екінші коржымызды салып орналастырамыз. Енді жаңағы карамельді начинкамызды салатын боламыз. Бір тегіс етіп ақырындап жағып шығамыз. Енді үстінен үшінші коржымызды салып, тоңазытқышқа 1 сағат 2 сағатқа салып қоямыз. Міне тоңазытқыштан алғаннан кейін үстіне құятын ганашын дайындаймыз. Менде ерітілген шоколад пен арахисті араластырдым. Үстінен осылай құйып шығамыз, және жан-жағына жеткізіп тегістейміз. Ганаштың құрамын мен видеоның астына описанияға жазып кетемін. Сулы моншада немесе микроволновкаде шоколад пен сұйық майды араластырып, алдын ала ертіп алып, оның үстінен арахисті саламыз. Мінекей осылай шоколадтың барлығын құямыз. Негізі бұл жерде молочный шоколад қолданған дұрыс. Менде ол болмағандықтан темный шоколад қолданғасын, осындай қара түсті болып тұр. Мінекей осылай жан-жағына жеткізіп, барлығын тегістеп шығамыз, және де тоңазытқышқа 2 сағат 3 сағат көлеміне қоямыз. Мінекей торт дайын болды.